Екінші бөлім. Жесір қалған ана екі қызын ешкімге жәудіретпей өзі асырап бағып келеді. Екінші рет күйеуге тиюге түбегейлі қарсы. Қыздарының тағдырына алаңдайтын ананы бірі түсінсе, бірі түсінбейтін. Қалжыңдап, әлде аяушылық па? Әйтеуір бас қосқан кезде неге екінші рет күйеуге тимейсің? Қыздарың ертең өз шаңырағын құрғанда жалғыз қаласың. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деп өздерінің туысы немесе танысы әйелден ажырасқан, әйел қайтыс болған ер адамдарын ұсынып әлек. Ондай сәтте ашуланған анасы: менде нелерің бар, менің байға тимегенім сендерге батып бара ма? Сендерден ешкім бай сұраған жоқ деп ашулана отырыстан кетіп қалатын еді. Десе де туыс жеңгелері сыртынан піш-піш өсек етіп қалатын. Осыған жанымыз ашып айтқанын қарашы, бізге салсаң байсыз өт деп өзара күйіп пісетін. Өмір өтіп жатыр. Күйбең қу тіршіліктің қамы. Екі қызы да мектепті жақсы оқып, белсенді оқушы болды. Бәрінен де шамшырақ ару, өте жұпыны киінсе де сұлулығына тең келмейтін. Қанша жігіттің арманы еді. Талай жігіттер сөз айтып, осы талдырмаш сұлу қыздың жүрегін жаулай алмады. Мектепті үздік бітірген шамшырақ жоғары оқу орнына қиналмай түсті. Жолы болған қыз өте бақытты еді. Анасы мен ауылда қалған сіңлісінің әр аптаның жексенбі күні поштадан телефон шалып жағдайларын сұрап тұрады. Оқуға түскен ауыл қызы үлкен қаладан сұлулығының кесірі тие бастады. Басында бәрі керемет еді. Қасындағы қыздар да қарапайым, тез тіл табысып кетті. Алайда деканы ер адам. Жас қыздың сұлулығына есі кеткен 40-тан асқан еркек шамшырақты айналшықтап сөз салғанда қыздың төбе шашы тік тұрды. Бірде шамшырақты жеке шақырып алған декан: сұлу қыз, сені деп ақырын қолынан сипап қояды. Бұл қылығына таң қалған қыз: ағай, бұныңыз не деген еді? Ұсқынын кетіріп тұратын көзілдірігін шешкен декан: саған өлердей ғашықпын, менің сұлуым болшы, қалағанын жасаймын дейді. Өз әкесімен құрдас кісіден мынадай сөзді алғаш естіген қыз: жоғалыңыз, оңбаған екенсіз, ұялмайсыз ба, әкемен жасты адамсыз. Ары қарай сөзін айта алмай жылап шығып кетті. Жылап келеді. Өз әкесі сол бір намыстан өлді емес пе? Соңғы жазған тілдей хатында: мен мына өмірде тәнім ауырғаннан өз өмірімді қимадым. Күн сайын қыздарымның алдында әуретті жерімді көрсету қаншалықты ауыр еді. Әттең, сол күні ащы суды ішпегенімде, әттең. Асыл қыздарым, менде шарасыз әкеңді кешіріңдерші, енді шыдай алмаймын. Сендерді қатты жақсы көремін. Бақытты болыңдаршы деп жазған еді. Әттең-ай, әрбір еркек менің әкемдей намысшыл болғанда мынадай айуандар қайдан шығады екен деп өз әкесінің қазасы есіне түсіп жатақханаға қарай жылап келеді. Басын төмен салып, ешкім жылаған көрмесін деген оймен келе жатқан шамшырақ бір жігітке соқтығысып қалды. Жалғасы бар.